Сәлем достар, сіздермен Миссис Мадина. Оңай ағылшын рубрикасының бізде бүгін 3-ші сабағы және жаңа тақырып family. Family отбасы немесе жанұя. Сонымен қатар family members. Family members отбасы мүшелерімен толық танысып, сөйлемдер құрап үйренетін боламыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. I love my family. I love my family. Мен отбасымды жақсы көремін. Сөздерді тез жаттау мақсатында менен кейін міндетті түрде дауыстап қайталап отырыңыздар. Бірінші сөз бізде parents. Parents. Ата-ана. My parents are strict. Менің ата-анам қатал. Strict қатал дегенді білдіреді. Mother. Mother. Немесе жай ғана mom. Ана, анашым. My mother is beautiful. Менің анам әдемі. Father. Father. Немесе dad. Әке. My dad is a businessman. Менің әкем бизнесмен. Baby. Бұл сөзді сіздер көп естіген шығарсыздар. Бөпе немесе нәресте деген мағынаны білдіреді. I have a baby. Менің бөпем бар. Have деген бар болу, baby бөпе. Child. Бала. Children. Көпше түрі балалар. Бұл жақта қыз, ұл емес, жалпы қанша балаң бар, немесе қанша балаларың бар деген мағынада. Son. Son. Ұл. My son is so funny. Менің ұлым сондай көңілді, немесе сондай күлкілі. Daughter. Daughter. Қыз. My daughter has green eyes. Менің қызымның көздері жасыл. Sister. Апке. My sister is honest. Менің апкем шыншыл. Апке батыс жақта апа деп айтады, немесе апше, жалпы туған апкелеріңіз. Brother. Brother. Аға. My brother plays football. Менің ағам футбол ойнайды. Сіздер басындағы сөздерді ұмытып қалған жоқсыздар ма? Қане, мынау суретке қарап бір қайталап алайық. Family отбасы. Father әке. Mother ана. Baby бөпе. Brother аға. Sister апке. Ал енді қараңыздар. Егер parents ата-ана болса, grandparents ата, апа. Яғни grand деген сөзді қосу арқылы біз олардың үлкен екенін көрсетеміз. Мысалы, father әке, grandfather ата, grandmother апа, grandson немере, яғни ұл бала, granddaughter немере қыз. Жалпы ағылшын тілі қыз, ұл деп, яғни род деп айтады орыс тілінде. Соған көп бөлінеді. Сол үшін қызға, ұлға бөлек сөздер құрастырылған. Uncle ағай. Madina's uncle is so generous. Мадинаның ағасы сондай қолы ашық адам. Жалпы бұл жақта uncle дегеніміз туысқан ағаларыңызды айтуға келеді. Aunt. Aunt. Тәте, немесе туысқан апкелеріңіз. My aunt always helps me. Менің тәтем маған үнемі көмектеседі. Cousin. Cousin. Бөле. I have 5 cousins. Менің 5 бөлем бар. Және келесі ең соңғы екі сөз
godfather, godmother. Кіндік, әке шеше. Ал енді мына суретке қарап, өткен сөздердің барлығын бір қайтарып, кімнің кім екенін түсініп алайық, иә? Ең бірінші, оң жақтан бастайық, ең үлкен адамнан grandfather. Grandfather ата. Aunt тәте, яғни туысқан әпкеңіз. Mother ана. Father әке. Uncle ағай, туысқан ағаңыз. Grandmother апа. Brother аға. Cousin бөле. Sister әпке. Brother аға. Cousin бөле. Ал енді сіздерге тапсырма. Берілген астындағы 6 сөзді қажет бағанға қойып шығыңыз. Мұнда сіз түсінбейтін grandma, grandpa деген сөздер бар. Бұл ата-апа дегеннің қысқартылған нұсқасы. Сіздермен болған миссис Мадина. Сабақ ұнаса, міндетті түрде лайк басып, астына осы тапсырманың жауаптарын жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye!